10-шы аудио мәтін. Бәйтерек туралы аңыз. Көк төбенің басында, көк теңіздің жағалауында алып бәйтерек өсіпті. Бәйтерек жер асты дүниесін, жердің беті мен аспан әлемін жалғап тұрғандықтан, оны өмір ағашы деп атапты. Жыл сайын бәйтеректің басындағы ұяға киелі самұрық құс, күн бейнелі алтын жұмыртқа салады екен. Бірақ жыл сайын ағаш түбін мекендейтін айдаһар сол жұмыртқаны жеп қоя беріпті. Бірде бәйтеректің басына өрмелеп бара жатқан айдаһарды көрген батыр онымен алыса кетеді. Ұзақ айқаста батыр айдаһарды өлтіріп, самұрық құстың алтын жұмыртқасын аман алып қалады. Батырға риза болған самұрық құс адамдар әлемін қорғап жүреді екен. Содан бері әлемде бейбітшілік пен тыныштық орнаған деседі. Бәйтерек сөзі бәй, алғашқы, терек, ағаш деген екі сөзден тұрады. Яғни алғашқы ағаш, зәулім ағаш деген мағынаны береді. Қазақ халқы жалғыз, дара, биік өскен ағашты көрсе, киелі санап, әулие ағаш деп қастерлеп, басына белгі байлап кететін болған.